Магний галцинатын ұмытпас бұрын, алдымен мына бір таңғаларлық нәрсені естуіңіз керек. Неге әлемнің әр түкпіріндегі қарапайым ас үйлерде тұрған 5 қарапайым тағам ағзаңызға магнийді көптеген қоспаларға қарағанда әлде қайда тиімді сіңіруге көмектесуі мүмкін? Және неге бұл туралы ешкім ашық айтпайды? Бір сәт ойланып көріңіз. Магний қоспалары индустриясы жыл сайын жүздеген миллион бөтелке сатады. Магний глицинаты үнемі ең тиімді түрі ретінде жарнамаланады. Мысалы, магний ұйқыны жақсарту үшін, мазасыздықты азайту үшін, бұлшықет құрысуын тоқтату үшін, денені босаңсыту үшін. Соған қарамастан миллиондаған адамдар әлі де түнгі сағат 2-3-те оянып кетеді, аяқтары сартылып қалады, иықтары қатайып тұрады, ойы тоқтамай мазасыздана береді. Сөйтіп, күнде ішіп жүрген қоспасы неге толық әсер етпейді деп таңғалады. Міне, көпшілік естімейтін шындық осы. Сіздің ағзаңыз магнийді капсуладағы жалғыз оқшауланған зат ретінде қабылдауға бейімделген. Табиғатта магний әрқашан өз серіктерімен бірге келеді. Ферменттермен, өсімдік қоспалармен, табиғи талшықтармен, пайдалы майлармен, микроэлементтермен. Олардың барлығы бірігіп магнийдің жасуша ішіне терең енуіне көмектеседі. Ал дәл сол жерде магнийдің шынайы әсері басталады. Егер бұл серіктер болмаса, магнийдің едәуір бөлігі ас қорыту жүйесі арқылы өтіп кетуі мүмкін. Яғни ол толық жетпеуі мүмкін. Бұлшықеттеріңізге, жүйке жүйеңізге, миыңызға, жүрегіңізге. Міне ең қызығы осында. Әлемдегі дәстүрлі тамақтану үлгілерінде магний бай және оны ағзада ұстап тұратын арнайы қосалқы заттарға толы бірнеше тағам бар. Бүгін біз магний глицинатынан да тиімді болуы мүмкін 5 тағамды ашып айтамыз. Ал 3-ші тағам мені ерекше таңғалдырды, себебі ол арзан, қарапайым және сіздің ас үйіңізде қазірдің өзінде болуы мүмкін. Бастамас бұрын пікірге жаза кетіңіз. Сіз магний глицинатын ішесіз бе? Қандай мақсатта? Ұйқы үшін бе, мазасыздық үшін бе, әлде бұлшықет құрысуына қарсы ма? Міне пікірлердің бәрін оқып шығамын. Ендеше бастайық. 5-ші орында мангальд. Көп адам дүкенде бұл жапырақты көкөністің жанынан байқамай өте шығады. Бұл қызылшаның жапырақ арқылы жасалған шөп кесінді өсімдігі. Ал бұл үлкен қателік болуы мүмкін. Пісірілген бір кесе мангальдта шамамен 150 мг магний бар. Бұл сіздің күндік қажетіңіздің 1/3 бөлігінен көп. Бірақ оның ерекшелігі тек магнийде емес. Оның құрамында калий, К дәрумені, А дәрумені, беталиндер бар. Беталиндер ішектегі қабынуды азайтады. Бұл не үшін маңызды? Себебі магний ішек қабырғасы арқылы сіңеді. Егер ішек қабынған болса, магнийдің сіңуі күрт төмендейді. Мангальд ас қорыту жолын магнийді қабылдауға дайындайды. Бұл бітелген құбырды тазалап, содан кейін ғана су жібергенмен бірдей. Қалай жеу керек? 3-4 минут зәйтүн майына жеңіл қуырыңыз. Үстіне лимон шырынын қосыңыз. Бұл магнийдің сіңуін күшейтеді. Онда тұрақты жеген адамдар мынаны байқайды. Терең ұйқы, бұлшықет таралуының азаюы, көңіл күйдің тынышталуы. 4-ші орында асқабақ дәні. Бұл кішкентай дәндер магнийдің нағыз қоймасы. Бір түйірінде 156 магний бар. Бұл көптеген қоспалардан да көп. Асқабақ дәнінде мырыш, фосфор, пайдалы майлар, амин қышқылдары бар. Олар магнийді жасушаларға жеткізуші секілді жұмыс істейді. Бұл өте маңызды. Себебі магний қандай емес, жасуша ішінде жұмыс істейді. Жасушалық магний жетпесе, ұйқысыздық, аяқ құрысу, мазасыздық, жүрек қағу пайда болады. Максималды әсер үшін дәнді түні бойы тұзды суға жібітіңіз, содан кейін баяу кептіріңіз. Көп адам күн сайын асқабақтан жеген соң тезірек ұйықтайтынын байқайды. 3-ші орында қара бұршақ. Бұл тағам көптеген зерттеулерді таңғалдырды. Қара бұршақ магний беріп қана қоймайды. Ол ағзаның басқа тағамдарын магнийдің жақсы сіңуіне көмектеседі. Ол қалай? Оның құрамында резистентті крахмал бар. Ол пайдалы ішек бактерияларын қоректендіреді. Ал бұл бактериялар минералдардың сіңуін жақсартады. Қарапайым тілмен айтқанда, қара бұршақ ағзаңыздың магний сіңу жүйесін жаңартады. Бір кесесінде шамамен 120 мг магний бар. Бұл бұршақты тұрақты қолданғанда ас қорыту жақсарады, қандағы қан тұрақтанады, энергия көбейеді, ұйқы жақсарады. Қалай дайындау керек? Кептірілген бұршақты түні бойы суға жібітіңіз, содан кейін жей беруге болады. 2-ші орында жабайы ауланған албырт балық. Көпшілік албырт
омега 3 үшін жейді, бірақ оның магний жеткізудегі күші туралы аз адам біледі. Жабайы албырттағы магний табиғи ақуыздар мен майларға байланысқан. Бұл оның ағзаға ерекше жолмен сіңуіне мүмкіндік беретін балықтың бір түрі. Омега 3 жүйке жүйесін тыныштандырады, магниймен бірге олар қос әсер береді. Яғни ол екеуін бірге жегенде жүйкені босаңсытады, қабыну азаяды, ұйқы жақсарады, күйзелісті төмендетеді. Олай болса, бұл балықты қуырып емес, баяу пісіріп жеңіз. Аптасына 2 рет жесеңіз жеткілікті. Ал бірінші орында ол қара шоколад. Дәл солай, бұл әзіл емес. 85% және одан да жоғары какао қосылған қара шоколад магнийдің ең тиімді табиғи көздерінің бірі. Бір ғана жеген түйірінде шамамен 65 мг магний бар. Бірақ басты құпия теобрамин. Теобрамин жасушадағы магний арналарының ашылуына көмектеседі, соның арқасында магний оңай еніп ұзақ сақталады. Қара шоколад қан айналымын жақсартатын фолафиндарға өте бай. Нәтижесінде кешкі тыныштық артады. Ойдың жарысу азаяды, тезірек ұйықтайсыз, бұлшық-еттері төмендейді. Қалай таңдау керек? Қара шоколадты таңдаған кезде 85% какао болуын қараңыз. Қанты аз, табиғи өңделген какао болуын міндетті түрде таңдап алыңыз. Кешкі астан кейін 1-2 тілім жеңіз, асықпай ертіп жесеңіз де болады. Неге тағам қоспадан тиімді болуы мүмкін? Қоспалар көмектесе алады, бірақ тағамда бір артықшылық бар – синергия. Нағыз тағам магнийді ондаған табиғи серіктермен бірге береді, сіздің ағзаңыз дәл осыны тануға бейімделген. Олай болса, апталық қарапайым жоспар жасап берейін. Дүйсенбі күні мангал жейсіз, сейсенбі асқабақ дәнін, сәрсенбі қара бұршақ, бейсенбі қара шоколад, жұма албырт балық, демалыс араластырып барлығын қолданасыз. Ең бастысы тұрақтылық. Тұрақтылық мінсіздіктен де маңыздырақ. Бүгінгі видеоды қорытындылайық. Егер сіз тек магний глютенатына сеніп, әлі де нашар ұйықтасаңыз, аяқтарыңыз тартыла берсе, мазасыздық болса, тынышсыздық сезінсеңіз, мүмкін сізге магнийдің мөлшерін көбейту емес, оны басқаша жеткізу керек шығар. Табиғат жауабын әлдеқашан дайындап қойған. Сұрақ біреу ғана, сіз оны пайдаланасыз ба? Егер бұл видео сізге пайдалы болса, пікірге жазыңыз. Алдымен тағам. Және осы аптада қай тағамды байқап көретініңізді бөлісіңіз. Лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Кейде шешім жаңа қоспа бөтелкесінде емес, кейде ол сіздің ас үйіңізге әлде қашан тұр. Келесі видеода кездескенше. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық.